Сәлем достар, біз бүгін тауық етінен котлеттер жасайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Қазір енді тауықтың етін кубиктап турап аламыз. Бастысы бұл котлеттердің өте сондай дәмді болып шығуына осы қолмен туралған болу керек, ал фарштан ондай дәмді котлеттер шықпайды. Міне достар, біз турап болдық. Енді оның үстіне пиязды, бұрышын, тұзын салып дайындаймыз. Пиязды да кубиктап майдалап турап алатын боламыз барлығын. Енді тұз, бұрыш және бір жұмыртқа, одан кейін 2 немесе 3 ас қасықтай біз ұн қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Достар, менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Және де пісіріп көрген болсаңыздар, комментарийде өз ойларыңызбен бөлісіп кетуді ұмытпаңыздар. Енді біз табада майда қуыратын боламыз. Бұл котлеттерді жасауға кеңес беремін. Өте сочный, дәмді болады. Бір жесең тоқтай алмайсың. Мен қатты емес, орташа отта пісіріп жатырмын. Өйткені асты күйіп кетуі мүмкін. Сондықтан орташа отта пісіреміз. Достар, қараңыздар, қандай әдемі болып пісті. Дәмі де өте керемет. Отбасыларыңызды жасап қуантып көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.